Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا Alamda жаратқан Аллах Тағала мақтау олар. Аллахым бізге өзіңдің сүйуіңді ең жоғарғы сүйулерден қылғын. Бардық нәрсенің сүйісінен де саға қолған сүйізді ең жоғары қылғын. وَجَعَلْ خَشْيَتَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ عِنْدَنَا Сенің азабыңнан болған қорқуыны, қорқыныштардың ең жоғарысы қылғын. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Өлік бірім Аллах жалғыз, ибадат қылуға, сыйынуға, татықту жалғыз ғана Аллах. Ла шарика лах, аның шерігі жоқ. Нәжаху нәбиху Дауд жаратқан Аллах Тағалаға өзінің ұлы пайғамбарлардан Дауд алейхиссалам, Дауд пайғамбар қайрылып мындай дейді. Я Раб, ай ибадук ахаббу илейк حتى أحبه بحبك فقال الله عز وجل أحب عبدي أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين Дауд алейхиссалам жаратқан Аллах Тағаладан жалбарып сұрады: Раббым, саға ең сүйікті бенден кім дейді? Не үшін? Мен даны сүйейін, сенің сүйуіңменен. Жаратқан Аллах Тағала айтады: О Дауд, маға бенделердің арасында ең сүйіктісі тақиюл қалб, жүрегі тақвадар. Тақва деген сөз, урматты мұсылман бір туған пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам, ат-тақва ха-хуна. Тақва бұл жерде де пайғамбары жүрегіне ишарат қылады. Тақва ескі киім кигендік емес. Тақва деген мойын сына тұрғандай болып, иіліп алғандық емес. Хазіреті Умар бір күн мешітке келсе, кейбір инсандар өте мойын үзіле тұрғандай болып тұрып алыптыр. Көшеде бараса дағы ұшындай. Бұл кім дейді? Бұлар өздерінің түшігінде тақвадарлар десе, Хазірет Умар тақва жүректе болады дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам заманындағы аялдар кейбір ошантып жүрген адамды қарап тұрып, ал аялдар айтады: Хазірет Умар сөйлесе сөзін ұғызат елі. Урса урған жерін орытып, қиратат елі. Өкім шығарса әділетті шығарат елі. Басқанда өзгөче басат елі. Хазірет Умар тақвадар елі дейді. Хазірет Али айтады: ат-тақва хия хауф минал жалил. Тақва ұлы Алладан қорқу. Вал амали бит-танзил. Аллах түшірген шариатқа амал қылу. Вар рида бил қалил. Аллах Тағала берген нәрсе аз болса да разы болу. Вал исти'даду ли яумир рахил. Көче тұрған күнге даярдану ушыл тақва екен. Убай ибн Кааб деген сахаба Хазірет Умардан сұрайды: Хазірет Умар, я Убай, ма хия тақва? Тақва не десе, Хазірет Убай ибн Кааб айтады: я амирил муъминин, егер тикенді жаман жолда жүрсеңіз қандай қыласыз дейді. Ошо тикен сайылбастан бір жерімді қырбасын деп өте этияттық менен жүрем дейді. Убай ибн Кааб, тақва жашауыңда Алланың қарына, Аллах харам қылған нәрсеге, Аллах тыю салған нәрсеге түшіп қалбайын деп, Алланың рахматын издеп жүру тақва дейді. Мен қырғызстандықтарға тамаша шындыққа жана шақылып ұмтып жүріп, барын келгенде машалла мечіттің тіші толтыраған машинеде. Машинеде жүрген кезде біздің көшелерді ходовойымды ұрып албайын, дөңгөлөгімді сындырып албайын деп жол таңдап жүресің, Жашауыңда ошентіп, Аллах Тағаланың разылығын издеп, Құдай Тағаланың ғазабынан қачып, арам болған казиносыдан, уырлықтан, елді бөліп жарылдан, фитнадан қачып, Аллах разы болған мечіттерде ибадатта жүрген ұшыл тақва болады. Дауд алейхиссалам Аллах Тағала айтады: тақиюл қалб, жүрегі тақвадарды сүйем дейді. Ескі киінгенді деген жоқ.
Kээ бирлер эски кийинип алып анан мен таквадар. Жок, таква кийимиңде эмес да. Мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитке өзгөчө кийинген. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам отурган жерде жипар жыттанган. Пайгамбар бирөөдүн башын сылап койсо бир канчагача пайгамбар сылаган баштан жипар жыттуулар келип турган. Ал эле эмес биз Ханафи мазхаб, Орта Азия мазхабы, ана Орта Азияда Ханафи мазхабты кармайбыз. Кыргызстанда да биздин кармаган мазхабыбыз Абу Ханифа мазхабы. Абу Ханифа рахматулла алейх өтө жакшы кийинген экен. Кийингенди билген экен. Красавчик экен да. Абу Ханифа рахматулла алейх өтө жипар жыттанып жүр, өзүнүн тижараты бар экен. Бир күн өзүнүн жанында сабагына келип жүргөн дагы бир тижаратчыга Абу Ханифа рахматулла 1000 дирхам акчаны алат дагы үстү башыңызды оңдоп алың дейт. Десе карап туруп айтат: "Мен сенин тыйыныңа муктаж эмес, менде Кудайга шүкүр өзүмө жетишелүү тыйыным бар" дейт. "Менин да өзүм соодам бар" дейт. Анда Абу Ханифа айтат: "Андай боло турган болсо сен пайгамбардын бул хадисиге амал кылбайсыңбы" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Инналлаха юхиббу ан яра асара ни'матихи ала абдихи." Инналлах, албетте Аллах өзүнүн берген ниматынын асар белгилерин бендеде көргүсү келет дейт. Кудай Таала сага жакшы тыйым бериптир, жакшы соода бериптир, жакшы байлык бериптир, ошону бендеде көргүсү келет дейт. Жакшы малы мүлкүң болсо жакшы кийим кийин, жакшы машина менен, жакшы үйдө жаша, жакшы ибадатыңды кыл. Аллах бендеге берген нерсени бендеде көргүсү келет дейт. Дауд алейхиссаламга таквадар жүрөктү сүйөт, нақиюл ядайн, колу тазаны жакшы көрөт дейт. Колу таза, колу менен бирөөгө за бербейт, тили менен бирөөгө за бербейт, бирөөдүн акын жебейт, бирөөдүн көзүн көгөртпөйт. Колу таза. Ла ямши ила ахадин бису. Мага да сүйүктүү бенделердин бирөөсү ал жүргөндө бузукулук менен жүрбөйт, жамандык менен жүрбөйт, ушак айык менен жүрбөйт, элди бөлүү менен жүрбөйт. Ахаббани. Ал таквадар, колу таза, жамандык менен жүрбөйт, ал мени сүйгөн дейт. Аллах айтат: "Ва ухиббу ман ахабба ва ахабба ман ахаббани." Жана мен сүйгөндү сүйөт. Ал кумарбазды, бузукуну сүйбөйт экен. Аллах Таала айтат: "Мени сүйгөн бенде, мен сүйгөндөрдү сүйөт." Машалла, бул мечитте отурган Алладан корккон, Алланы сүйгөн бенделерди сүйөм дейт. "Ва хаббабани ила халqi." Жөн эле мени сүйүп койбостон, мени да өзүмдүн халкыма, жаратканыма, бенделериме мени да сүйдүрөт дейт. Кантип сүйдүрөсүн Алланы? Факала Дауд пайгамбар айтты: "Я Рабб, иннака та'лам анни ухиббук." Раббын сен билесиң, мен да сени сүйөмүн, пайгамбармын. "Ва ухиббу ман юхиббук." Сен сүйгөндөрдү мен сүйөмүн. "Фа кейфа ухаббибука ила халqi." Бирок сенин бенделериңе сени кантип сүйдүрөм деди. Маселе шеттеген. Биз бенделерге Алланы кантип сүйдүрөбүз? Кала: "Я Дауд, заккирухум би алай ва нуамай." Дауд, бенделериме мен берген ниматтарымды жана менин кудреттеримди эскерт. Алланын кудретин жана берген ниматтарымды бенделерге эскерткен. Урматтуу мусулман бир тууган, калемиң түшүп калса бирөө алып берип койсо разы болосуң. Машинең жүрбөй турса бирөө түрчүп койсо разы болосуң. Бирок эми Аллах Таала сага өмүрдү ким берди? Акылды ким берди? Мешке ким келтирди? Сени жоктон бар кылган, ушундай сүйүктүү Мухаммад алейхиссаламга үммөт кылган, акыл берген, көз берген, тил берген Алланын ниматын санасак санына жетпейбиз.